Қарағия ауданы Маңғыстау облысының оңтүстік бағытында орналасқан Исан түбегінің бойында Каспий теңізінің жағасында шоғырланған елді мекен. Іргетасы 1973 жылға алынған. Аудан 1993 жылға дейін Ералив деп аталды. Аумағы 64,3 мың шаршы шақырымды құрайды. 2014 жылғы санақ бойынша тұрғындар саны 33,5 мыңнан асқан болатын. Ауданның құрамына 10 елді мекен, 2 кенттік және 4 ауылдық округтер бекітілген. Орталығы Құрық ауылы. Қарағия ауданы табиғи байлығымен қатар ауыл шаруашылық әлеуеті жоғары. Жер бедері негізінен жазық, солтүстік шығыс бөлігі үстірт аумағында орналасқан. Ауданның климаты континентальды. Ауыл шаруашылығымен айналысатын қожалықта жер асты сулары мен ежелгі құдықтарды пайдаланады. Бүгінде мұнда 400-ге жуық ауыл шаруашылық қожалықтары бар. 2025 жылдың мамыр айындағы деректері бойынша аудандағы мал басы 119,757 мыңды құрады. Атап айтар болсақ, мүйізді ірі қара малы жылқы 29,131 мың бас, түйе 26,616 бас, қой ешкі 66,303 мыңға жетті. Қарағия ауданындағы Қызылқұм жері ежелден егіншілігімен аты шыққан. Қызылқұм туралы адайдың 7 қайқысы атанған Өскенбай Қалманбетұлы да жырға қосып кетіпті. Ой, оның да арғы қасында үрпекте сарша Исан бары, Қызылқұм деген жерінде қауын салған дихан бары. Оның да бұлай қасында қосойық менен еше бары, Қарақұм менен Қызылжар, Өмірзақ менен Ағеспе. Қош қарата қолты құйрық бар, қара жалшы Ақшұқыр қажыда болып машырық. Қызылқұм ежелден егін шаруаларының мекені болыпты. Исан түбегіне сона кіріп жатқан шағыл қашанда диханшыларға қолайлы жер болған. Теңіз жағасында орналасқан, қысы ызғырық желді, ал жаз мезгілі басқа жерлермен салыстырғанда ұзақтау болады. Сондықтан Қарағия ауданы бойынша диханшылықпен айналысатын шаруалардың басым бөлігі осы Қызылқұм жерін қолайлайды. Бүгінде бұл маңда 30-дан астам егін егумен айналысатын шаруа қожалықтары бар. Осы жылы 23 диханшы 165,2 гектар ашық топыраққа егін екті. Оның 93 гектары көкөніс дақылдары, ал 89 гектарына бау-бақша өнімдері отырғызылды. Қызылқұм жерінде орналасқан егін шаруашылықтары өздерінің өнімдеріне сұраныс өте көп. Өздеріңіз көргендей, Құрық ауылында жаңадан салынған қоғамдық базарды саттыққа шығарады. Сонымен қатар Ақтау қаласында Асарсыз базарында көтерме саудада сатылады. Осы жылы диханшыларға қаңтар-маусым айларында минералды тыңайтқыштарды пайдалануға 6 шаруа қожалығынан өтінім берілген. Олардың ішінде әрине өз күшімен күн көріп жатқан егіншілер де бар. Түсірілім барысында Маңғыстау облыстық ауыл партиясының белсенділерімен бірге гидропоникалық әдіспен көкөніс өсіріп отырған Жанақ шаруа қожалығына бардық. Осы орайда гидропониканың не екенін түсіндіре кетейік. Бұл өсімдіктерді топырақсыз, жасанды ортада, қоректі минералдардың судағы ерітіндісінде өсіріп баптау. Мұнда өсімдік тамыры арнайы дайындалған субстратта, яғни топырақ орнына қолданылатын нәрседе орналасады. Сондықтан көкөністер мен жемшелдектердің күтімі де өзгеше дейді диханшы. Гидропониканың бір несі мұздай су беру болмайды. 20 мен 25 градустың арасында определен сумен беріліп тұрады, жылы су. Мұздай су берсең ауырады. Рассады саламыз, міне рассады маяқта өсіп тұр, ертең маяққа тағы дайындап отыр маяққа. Огурцем уже огурцы қатаяды, мына помидор, многолетка, көп жылдық помидор дейтін. Өсе береді жыл болса. Каждый полипте удобрение беріліп отыру керек болған. Бойында ана кокосовый субстрат қой, бойында ештеңе жоқ минералдан. Каждый раз міне удобрениелердің бәрі көріп отырсыз. Мына бочкаға құйылып, удобрение беріліп, насыспен жіберіледі. Осы тұста айта кетейік, гидропоника әдісін пайдалану арқылы диханшы суды үнемдейді. Өйткені өсімдіктерге тіршілік көзін қажетті мөлшерде және қажетті уақытта беру арқылы ысырапшылдыққа
жол берілмейді. Және бұл әдіс арқылы ауыл шаруашылық жұмыстарын қала ішінен немесе шағын ғана жерде өсіре аласыз. Тағы бір тиімді тұсы, жыл маусымдарына тәуелді болмайсыз. Егіншілерге жылдың 4 мезгілінде кез келген өсімдікті өсіруге мүмкіндік беріледі. Сондықтан 1999 жылдан бері диқаншылықпен айналысатын доктор Бекібаев гидропоника тәсілін пайдалануды жөн көріпті. Шағыл құм мен шөгінді жыныстар болғанымен жері құнарсыз дейді диқаншы. Мен мына жерде 5 жерден не алып, топырағын алып, неге жібердім, Оралға лабораторияға жібердім. Ответ келді ғой. Мына жерге егін өсе ма деген сұрақпен келді еще ответі. Бұндай жерде бізде ешқандай не жоқ, минерал жоқ. Каждый полипте удобрение беріп отырып, жерде удобрять етеміз мысалы. Қойдың көңін аламыз, тауықтың алып келіп салып жерге лунка қылып, каждый егетін жерімізге салып отырамыз. Бар дейді жерде, бірақ нерастворимый деп тұр ғой, жеміске бармайды. Қарағай ауданындағы шаруа қожалықтарының өнімдері мен диқаншылар егіп өсірген көкөніс, жеміс-жидекке деген сұраныс жоғары. Аудан әкімдігінің тарапынан кәсіпкерлерге қолдау көрсету мақсатында Құрық ауылының орталығында базар бой көтерген. Мұнда шаруалар өнімдерін саттыққа шығарады. Сондай-ақ облыс орталығындағы Ақтау қаласының тұрғындарынан сұраныс жоғары. Қарақия ауданы бойынша қазіргі таңда оның ішінде 30-ға жуық осы Қызылқұм жерінде егін шаруашылығымен айналысады. Биыл 1 гектар жылыжайға, 6 жылыжай 1 гектар жерге жеміс егін егілді. Егіншілерге сонымен қатар үкімет тарапынан тыңайтқыштарға субсидия беріледі 50%-ға дейінгі. Құрық ауылын көркейту, абаттандыру бойынша да көптеген тыңғылықты істер атқарылды. Ауыл ішілік жолдарды күтіп ұстау бағытында трасса бойындағы жол белгілерін жаңарту, жаяу жүргіншілерге арналған жолақтарды сырлау, бордюрлерді әктеуге 10 миллионнан астам қаржы бөлінген. Сондай-ақ геологтар саябағына ажар беріп, демалушыларға жағдай жасау үшін ауыл ішіндегі шипалы су көзін көпшілікке қолжетімді ету мақсатында бювет орнату жұмысы қолға алынды. Бүгінде эскиздік жобасымен қатар сметалық құжаттамасы жасақталып жатыр. Конкурсы жарияланған. Жоба құны 11 миллион 10-5 миллион теңгені құрайды. Геологтарға арналған саябағымыз бұл 2003 жылдар салынған, содан қараусыз қалып, 2024 жылы қайта жаңартудан өткіздік. Бұған 32 миллион қаражат бөліп, 797 метр аула шаршы қоршауын қайта қалпына келтіріп, сонымен қатар ішіне 2800 шаршы метр жаяу жүргінші жолын 20 үстінде отырғышын, 3 шайқалмалы әткеншегін, сонымен қатар 3 бейсеткісін орнаттық. Жарықтандыру толығымен 20 жарық шамдары орнатылды, барлығы жарықтандырылды. Бұл жерде қазіргі таңда бұлда 1,3 гектар аумақты алып отыр. Тұрғындарға қолайлы мақсат қалыптастыру мақсатына бұл жерде қазір жасыл желектерді күтіп ұстау бағытында 3 адам қызмет атқаруда, қоғамдық қызметкермен. Құрық ауылының батыс бөлігі Каспий теңізінің жағалауындағы Мұхаммедин Жолболдин атындағы саябақ пен Президент Мәңгілік алау монументі, Қарағия станциясындағы парктерге су желісін тарту жұмыстары жүргізілген. Сондай-ақ елді мекендегі жасыл желектерді күтіп баптау бойынша су желілері тартылған. Тұрғындардың кешкі мезгіл демалуына қолайлы жағдай жасау үшін Мұхаммедин Жолболдин атындағы саябағына 1500 шаршы метр жаяу жүргіншілер жолы жаңартылған болатын. Және 4 дана күн көзінен қорғанатын шатыры бар отырғыштар орнатылмақ. Қазіргі таңда бұл жерге абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2024 жылы 150 дана биотуя ағаштары отырғызылды. Биыл 2025 жылы ішіне 100 метр ағаштар суаруға су құбыры жүргізілді. Сонымен қатар қазіргі таңда 1800 шаршы метр жаяу жүргінші жолдар алмастырылды. Көнерген жаяу жүргінші жолы және 4 адам отыратын бейсеткі орнату, бұл халыққа қолайлы орта қалыптастыру мақсатында. Бұл жерде қазіргі таңда ауылдың тұрғындары көптеп кешкі мезгілде, күндізгі мезгілде серуендеуде, сол бағытта көңіл бөлінуде. Қазіргі таңда ауылда абаттандыру бағытында, сонымен қатар қазіргі уақытта ішіне жасыл ел жасақтары шөп шабу тазалық жұмыстары жүргізуде.
Құрық балалары да назардан тыс қалған жоқ. Бүлдіршіндер үшін ауылдағы халық тығыз орналасқан шағын аудандарына балалар ойын алаңы салынды. Бұл жоба үшін бюджеттен 27,6 миллион теңге бөлінген. Одан бөлек бірнеше жерде ашық спорт және воркаут алаңдары халық игілігіне тапсырылды. 2025 жылы Құрық ауылының басында бір ашық спорт алаңы ауыл тұрғындарының сұрауы бойынша бірінші аудан 37 үйдің артына ашық спорт алаңы салынуда. 3 балалар ойын алаңы, яғни автобаза 9 шағын аудан Жолшы Массив көшелеріне жаңадан салынуда. Сонымен қатар тозығы жеткен 14 дана балалар ойын алаңы ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Осы шілде айының аяғына шейін толықтай аяқталады деп жоспарлануда. 2 воркаут алаңы ауыл жастарды спорттық шарамен қамтамасыз ету мақсатында спортқа баулу мақсатында 2 воркаут алаңы салынды. Ол толықтай қолданысқа берілді қазіргі уақытта. Құрық ауылы қазір биылғы жоспар бойынша абаттандыру жұмыстары сапалы әлі уақытылы жүргізілуде. Сонымен қатар көше жарықтары толығымен жарық қамтамасыз етілген. 2023 жылы 1417 жарық шамы толығымен ауыстырылып, қазіргі уақытта 100% жарықпен қамтамасыз етілген көше жарықтарымен. Құрық ауылының әлеуеті артқан сайын халық саны да көбейіп келеді. Сондықтан ауыз су мәселесі де туындауы мүмкін. Осыны ескерген аудан басшылығы су тұщытатын зауыттың құрылысын бастаған. Нысан тұрғындарға тәулігіне 10 тонна тіршілік көзін бере алатындай қауқары бар. Ауыз су тапшылығын болдырмау мақсатында бізге Алёка жауапкершілігі шектеулі серіктестігі инвесторлық танытып қазір ниет білдіріп су тұщыту зауыт цехының құрылысын салуда. Қазіргі таңда бұл кәсіпкерге 4 гектар аумақта жер учаскесі берілді зауыт құрылысын салуға. Сонымен қатар 3 километр шақырым жер учаскесі су құбырын тартуға, бұл яғни біздің тұрмыс сервис мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның су қоймасына жеткізу мақсатында тұщытылған суды. Қазіргі таңда бұл жерде 48 жер асты құдығы қазылды. Сонымен қатар завод цехтың құрылысы салынып, инвестиция көлемі 1 миллиард көлемінде, 1 миллиард осы жасалып жатқан жұмыстар қазір кәсіпкердің осы жылы қосамыз деген ниетте. Маңғыстаудың алғашқы қара алтыны 1961 жылы Қарағай ауданы қарасты Жетібай жерінен атқылаған еді. Мұнай фонтанының атқылауы Кеңес одағы жылдары үлкен жаңалық болды. Бұл ауданның экономикалық тұрғыдан дамуына серпін берген еді. Ол уақыттарда ардагер мұнайшылар былай деп еске алады. Біздерге енді осы қысымға жасат газы бар жерлер тастаңдар, тек май іздеңдер дейтін сондай тапсырма болды. Сондықтан мынау мен Ақсуда начальник экспедициясының үстірде начальник разведка болдым. Қазған жерлерімізде әуел газ шығады. Енді газдың астында тереңдікте әлде майлар бар, оны қазып нетуге ол уақытта біздің технологиямыз Советтер одағында жоқ болды. 5000-ға қазатындай мүмкіншілік болған жоқ ол уақытта. Қарағай ауданының әлеуеті жоғары, болашағы бар. Әуе құрлық теңіз арқылы бірнеше мемлекетпен шекаралас жатқан Қарағайның аумағы теңіз қақпасы арқылы еліміздің экономикасының дамуына ықпал етуде. Мұндағы құрық портының құрылымы жаңарып, жаңғырып келеді. 2014 жылдың қараша айында Нұрлы жол болашаққа бастар жол бағдарламасы арқылы заманауи нысанға айналып, ірі бизнес транзиттік хабқа айналған. Құрық порты туралы қысқаша сипаттама келтіре кетейік. Порт Ақтау қаласынан 90 шақырым, ал Құрық елді мекенінен 17 километр жерде орналасқан. Аумағы 67,4 гектарды құрайды. Жүк көлемімен байланысты 4 айлақ іске қосылған, ал порт акваториясының тереңдігі 7 метрге дейін.
Қарағия бір кездері геологтар қалашығы ретінде танылған еді. Бүгінде Маңғыстау облысындағы экономикалық әлеуметтік маңызды аудандардың бірі саналатын Құрық ауылы күн өткен сайын көркейіп келеді.